Күн жылынып, бар тіршілік атауы жандана бастайды. Ауа райының жылынуымен кенелердің белсенділігі де арта түседі. Сәуір айынан бастап қазанға дейін эпидемиялық маусым болып есептеледі. Кене шабуылдарының ең көп саны көктем мен күзде тіркеледі. Кенелер өрмекші тәріздестерге жататын ұсақ жәндіктер. Оларды кез келген жерден кездестіруге болады. Топырақта, ормандарда, әртүрлі ұяларда, індерде, өсімдіктерде, тұщы суларда да кездестіре аламыз. Негізінен адам үшін кененің шағуы аса қауіпті емес. Дегенмен, кененің сілекейімен немесе кенені дұрыс алмағанда қанға түсетін вирустары өте қауіпті. Демек, кенелердің қауіпті болу себебі әртүрлі жануарлардан қан сорып, әр жануардан алған микробтарын тарататындықтан қауіпті. Содан кейін олар микробтарды құрбанының қанына енгізеді. Кенелер негізінен кенелер энцефалиті ғана емес, сонымен қатар 30-ға жуық басқа да ауыр ауруларды таратуы мүмкін. Кене шағуы қысқа уақытта болса да, кене инфекциясын жұқтыру қаупін жоққа шығаруға болмайды. Кене энцефалиті орталық жүйке жүйесіне әсер ететін ауыр жұқпалы ауру. Ауру қызба, бас ауруы, жалпы әлсіздік, мойын, қол және аяқ бұлшық еттеріндегі ауырсынумен бірге жүреді. Кене энцефалиті қызба, паралич, тіпті өлімге де әкеледі. Кене шағып алса, не істеу керек? Кененің негізгі қорегі қан болғандықтан, ол адам өміріне өте қауіпті. Адам өліміне әкелуі әбден мүмкін. Теріге енген кенені бірден алып тастау оңайға түспейді. Сол себепті кене шаққанда алдымен дәрігердің көмегіне жүгінген жөн. Теріден алынған кенелерде вирустардың бар жоғын анықтау үшін бірінші кезекте оларды зертханаға сараптамаға жіберген дұрыс. Егер теріңізден кене көрсеңіз, оны қалай алған дұрыс? Тереге жабысқан қауіпті жәндікке вазелин жағып немесе өсімдік майын құю керек. 5 минуттан кейін пинцет немесе жіп ілгегінің көмегімен ақырын тартып аласыз. Бірақ дәрігерлер өте сақ болуға кеңес береді. Қан сорып жатқан кенені тұмсық астынан жіңішке жіппен байлап, асықпай кене мұртшаларын толық шығарғанға дейін тартқан дұрыс. Егер кененің басы толық шықпай, теріде қара дақ түрінде қалып қойса, бірден дереу дәрігерге бару керек. Қауіпті жәндікті теріден алған соң, оның орнын йодпен немесе спиртпен сүрткен жөн. Сондай-ақ қолды мұқият жуып, оны йодпен немесе спиртпен сүрту керек. Кенені сығып немесе жұлып алу арқылы теріден шығаруды тіптен ойламаңыз. Олай жасаған жағдайда ондағы вирус бүкіл денеге тарап, жүйке жүйесіне қауіп төндіруі мүмкін. Сонымен қатар адамның денесінде кене неғұрлым ұзақ болса, аурудың даму қаупі де соғұрлым жоғары болады екен. Олар ұшпайды, секірмейді. Сондықтан қорғану үшін ағаштардан, жапырақты тоғайлардан қашқан дұрыс. Және жалаң аяқ шөпті баспау керек. Дәрігерлер бірінші кезекте қыс айларының басында кене энцефалитіне қарсы екпе жасатуға кеңес береді. Сондықтан көктем жаз мезгілдерінде, әсіресе ағаш және шөп көп кездесетін аумақтарда ұзақ уақыт болсаңыз, жеңі ұзын киімдерді кию керек. Ал дененің ашық жерлеріне түрлі кремдерді жағып қою кенеден қорғануға аз да болсын септігін тигізеді. Және де кремдерді 1-2 сағат сайын жағып тұру керек. Шаштың түбіне де арнайы спрейлерді сеуіп қойсаңыз өте жақсы көмектеседі. Дәрігерлердің айтуынша, кене қанды 4-5 күн қатарынан сорып жүре беруі мүмкін.
Себебі кене сілекейінің құрамында оның шаққанын мүлде сездірмейтін сұйық зат болады. Сондықтан жәндіктің шағып алғаны бірден сезілмейтін жағдайларда көп болады екен. Кене шаққанының басты белгілері қандай? Бірақ дәрігерлердің айтуынша бұл белгілер бірден байқалмауы мүмкін. Біріншіден, дененің қалтырауы. Кейде дене қызуы 37-39 градусқа дейін көтеріледі. Терінің бөртіп қызаруы, бастың қатты ауруы, бұлшық еттің ауруы, әлсіздік, тәбеттің болмауы, тыныс жолдарының қабынуы. Сақтансаң, сақтаймын деген сөз бар. Табиғат аясында серуендеуге немесе далаға шықсаңыз да сақтық шараларын сақтаңыз. Үйге келгеннен кейін де үсті басыңызды мұқият тексеріңіз. Егер кенені көрсеңіз, шұғыл түрде дәрігерге көрініңіз. Кене шағуын елемей қойға болмайды. Өз отбасыңызға да сақтық шараларын сақтауды үйретіңіз.